Баршаңызға сәлем. Қазір біз картофельный сырник жасап көреміз. Ол үшін бізге мынандай міне 3 үлкендеу картоп керек. Сосын жұмыртқа, ұн и тұз бен бұрыш. Ал давайте приступим. Теркамен қазір мен аламда картошканы үгітіп тастаймын. Так, менің картошкам дайын. Теркадан өткіздім. Енді бұл массамызды неге саламын. Ыдысқа осы 3 картоптан осындай масса шықты. Так, осы 3 картошкамыз осыншама болды. Бір жұмыртқамызды осыған қосып жібереміз. Так, бір жұмыртқамызды қосамыз. Тұз саламыз. Және кішкене бұрыш салып жібереміз. Бұрышты көп салмаймыз, потому что ащы болып кетеді. Сосын осылай араластырып жібереміз. Содан кейін кішкене сәл ғана ұн қосамыз. Так, сосын бәрін осылай араластырамыз. Ондап тұрып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа, ұн бәрі бір консистенция болсын деп, біріксін деп, осылай жақсылап араластырамыз. Осылай бәрін араластырып, қазір табаға жарететін боламыз. Ал енді мынау қызып тұрған табаға кішкене май қосамыз. Майды қосып, қасықпен қазір осылай салып ұстаймыз. Айтайын дегенім, бұны осылай теркамен өткізгеннен кейін қойып-қоюға болмайды. Әп-сәтте сразу жарыту керек. Өйткені мынау картоптың суы шығып кетіп, суланып қалады. Сондықтан оны сразу жарыту керек. Кішкене басып жібереміз. Жарытамыз. Ал міне біздің картофельный сырнигіміз дайын. Өзі өте дәмді, тойымды және тез дайындалады. Рецепт ұнаса, лайк қойып, подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер.